Қазақстан орталық Азияда орналасқан және аумағы бойынша әлемдегі ең ірі мемлекеттердің бірі болып табылады. Тиісінше жолдар Қазақстанның экономикалық дамуында өте маңызды рөл атқарады. Олардың сапасы мен ұзындығы өңірдің көліктік қолжетімділігі мен бәсекеге қабілеттілігіне әсер етеді. Қазақстандағы автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы 98 шақырымға тең. Оның ішінде республикалық маңызы бар 24 шақырым және 74 шақырым жергілікті мақсаттағы жолдар бар. Олардың көпшілігі кеңес заманында салынған. Сондықтан елімізде жолдардың жай-күйін сақтау және жақсарту үшін үлкен күш-жігер жұмсалуда. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің деректері бойынша 5 жыл ішінде нұрлы жол бағдарламасы бойынша 3000 шақырымға жуық автожол салынды және реконструкцияланды. Республикалық маңызы бар 7000 шақырымға жуық және жергілікті маңызы бар 15000 шақырымға жуық жол жөнделді. Бірінші және екінші санаттағы жолдардың ұзындығы 34%-ға дейін өсті. Биыл елімізде жаңа 5 жылдық басталды. Жоспаршылаулардың айтуы бойынша 2025 жылға қарай бізді ауқымды мақсаттар мен белестер күтуде. Республикалық маңызы бар барлық автожолдар жақсы және қанағаттандырарлық көрініс беруге уәде береді. Ауыр маңызды аспект шекара арқылы өтетін жолдарды салу. Қазақстан көптеген халықаралық көлік дәліздері өтетін транзиттік ел болып табылады. Сондықтан шекара арқылы өтетін жолдардың құрылысы халықаралық сауда мен экономикалық интеграцияны дамытуда шешуші рөл атқарады. Қазақстан, Ресей, Қытай, Өзбекстан, Қырғызстан және Түркменстан сияқты көрші елдермен шекаралар өтетін бірнеше жолдар бар. 2009 жылы ел аумағында Батыс Еуропа, Батыс Қытай автомагистралінің құрылысы басталды. Жолдың жалпы ұзындығы 8445 км-ді құрайды. Оның ішінде Қазақстан аумағы бойынша 2787 км, Ақтөбе, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл және Алматы облыстары бойынша. Асфальт-бетон жабынының қалыңдығы 80 см. Автомобиль жолының қызмет ету мерзімі күрделі жөндеусіз 25 жыл. Қозғалыстың максималды жылдамдығы сағатына 120 км. Жобада бірқатар өзендер арқылы өтетін автожол көпірлері, жол пайдалану кешендері, аялдама алаңдары, автопавильондар, мал айдау алаңдары және электрондық таблолар көзделген. Құрылыспен бір мезгілде трасса бойында орналасқан облыстардың аудандарында жолдар жөнделіп салынатын болады. Алайда жаңа жолдарды салудан басқа бұрыннан бар жолдарды жөндеу және күтіп ұстау маңызды мәселе болып табылады. Жолдардың сапасы қозғалыс қауіпсіздігі мен жайлылығына, сондай-ақ автомобильдер мен жүк көліктерінің қызмет ету мерзіміне әсер етеді. Сондықтан жолдарды жөндеу Қазақстан үкіметі үшін маңызды міндет болып табылады. 2020 жылы республикалық және жергілікті маңызы бар 9,5 мың шақырым автожол жөндеу жұмыстарымен қамтылды. Республикалық желілерінің 4000 шақырым автожолдарында құрылыс және реконструкциялау жүргізілуде. Қарағанды, Балқаш, Қапшағай, Ақтөбе, Атырау, Астрахань, Талдықорған, Өскемен, Қалбатау, Майқапшағай, Көкшетау, Петропавл, Қорған, Ұзынағаш, Отар, Мерке, Бұрылбайтай, Қостанай, Денисовка, Үшарал, Достық. Сонымен қатар жаңа жолдар салу және қолданыстағы жолдар жаңарту үшін инвесторларды тарту маңызды аспект болып табылады. Қазақстанда осы салада жұмыс істейтін бірнеше ірі инвесторлар бар. Мысалы, қытайлық China Road and Bridge Corporation компаниясы Қазақстанда бірнеше жол салып жатыр, соның ішінде нұрлы жол. Бір қызығы, халықаралық ұйымдардың деректері бойынша Қазақстан әлемдегі жолдардың сапасы бойынша тек 93-ші орында. Бұл Тәжікстан, Армения, Грузия және Әзербайжан көрсеткіштерінен төмен. Жалпы жолдар Қазақстанның көлік инфрақұрылымының маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Олар елдің экономикалық дамуында және оның халықаралық экономикалық және сауда қатынастарына интеграциялауында шешуші рөл атқарады. Соңғы жылдар Қазақстан үкіметі елдің көлік инфрақұрылымының сапасын арттыру үшін жаңа жолдар салуға және қолданыстағы жолдарды жаңғыртуға белсенді инвестиция салуда. Сондай-ақ жол салу кезінде экологиялық аспектілерді де ескеру қажет. Кейбір жаңа жобалар қоршаған ортаға теріс әсер етуі мүмкін. Сондықтан қоршаған ортаға қажетті әсерді бағалау және теріс әсерді азайту үшін шаралар қабылдау маңызды. Жалпы көлік инфрақұрылымын дамыту Қазақстан үкіметінің басымдықтарының бірі болып табылады. Жаңа жолдар салу және қолданыстағы жолдарды жаңғырту арқасында Қазақстан өңірдегі өз орнын нығайта алады және халықаралық инвесторлар мен туристер үшін одан да тартымды ел бола алады.